Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Айдананың қуыршағы соңғы бөлімін айтып беретін боламын. Ал ендеше тыңдаңыздар, мен бастаймын. Сол кезде Айдананың әкесі байып кетеді. Өйткені Айдананың әкесі жаңалықтарды айтып, оны теледидардан көрсетіп, әкесі Айданаға ақша түсіп отырады шотына. Сөйтіп оны әкесі алып табиғатқа жұмсайды. Олар сосын Жапон елінен қуыршағын алып барады. Жапон елінде қуыршағына былай дейді: "Міне, қуыршағым, мына сенің теңізің" дейді. Соған былай қуыршаға көзін жұмып, "Мынау менің теңізім" деп жылап жібереді. Қуыршағы Айданаға былай дейді: "Айдана, менің ішімде үнжутасы бар, білесің" дейді. Айдана айтады: "Жоқ, керек емес, оны теңізіңе таста" дейді. "Енді саған ешкім, сенің мазаңды ешкім алмайды. Өйткені үнжутасын енді ұлудан емес, табиғаттан алады" дейді. Сөйтіп оны теңізге жібереді. Теңізге жібергеннен кейін Айдана: "Сау бол, менің қуыршағым" дейді. Әкесі: "Сау бол, менің қызымның қуыршағы" дейді. Анасы: "Сау бол, балақай" дейді. Ал ағасы Айдананың: "Сау бол, менің қарындасымның қуыршағы" дейді. Бесеу болып барған теңізге төртеу болып қалады. Егерде балалар, бұл ертегі сендерге ұнаса, онда мен арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен Айдананың қуыршағының соңғы бөлімін бітті. Енді басқа да ертегілерді айтатын боламын. Барлықтарыңызге пока!